Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы грамматикалық талдау. Лекцияның мақсаты мен міндеттеріне келетін болсақ, грамматикалық талдау жасауды үйрету, грамматика сабақтарында түрлерімен жұмыс жасауды жаттықтыру. Грамматикалық талдау, грамматикалық сабақтардың түрлері, грамматика мен жазу сабақтардың түрлері. Грамматика жаттығуларының ішінде ең кең тараған грамматикалық талдау болып табылады. Грамматикалық талдау сипаты жағынан аналитикалық болады, бірақ оған синтетикалық белгілер де тән. Грамматикалық талдау жалпы түрде де белгілі бір тақырыпқа байланысты жеке де, сондай-ақ ауызшада да, жазбашада да жүргізіледі. Ауызша талдауда балалар бұрын оқығандарына тоқталады, сөйлемдегі грамматикалық формаларды көрсетеді, оқытушының сауалдарына жауап береді, өз бетінше мысалдар келтіреді. Жазбаша талдау балалар жазылған мәліметтердің грамматикалық формаларын астын сызады, немесе оларды айырып жазады, тиісті формаларды көрсетеді, сұрақтар қояды. Грамматикалық талдау мазмұны жағынан фонетикалық, морфологиялық, синтаксистік немесе аралас талдау болып бөлінеді. Көлемі жағынан толық немесе ішінара талдау болады. Фонетикалық талдау балалар дауысты, дауыссыз дыбыстарды ажыратады, жазылған сөздерді дауысты, дауыссыз дыбыс әріптерін астын сызып қояды, сөздің ауызша және жазбаша буын жілігін дыбыс құрамын ажыратады. Сөздегі жеке дыбыстарды мүлтіксіз айыра білу арқылы әріп қалдырмай жазуға төселеді. Морфологиялық талдау ауызша сөйлемдегі заттық белгісін, санын, қимылын көрсететін сөздерді тапқызу, жазушы мәтіннің сондай-ақ сөздердің астын сызуға, олардың сұрақтарын ауызша, жазбаша қойғызу сияқты жұмыстар жүргізіледі. Оқушылардың сөйлем мүшелерін, қай сөз табы екендігін және олардың формасы жекеше, көпше, тәуелді, септік жағы, шағы айырады. Морфологиялық жазбаша талдау жұмысын түрліше жүргізіледі. Бірінші, сөздің бір формасы теріп жазады, не астын сызып қояды, немесе қандай сөз табы қай форма екен әр сөздің үстіне қысқартып жазып қоюға да болады. Зат есімнің астын бір, сын есімнің астын иірелік сызықпен, етістіктің астын екі сызықпен көрсетеді. Осындай белгілермен сөйлем мүшелері де көрсетіледі. Оған түсті қарындаш қолданған қолайлы. Берілген мәтіннің ең әуелі зат есімдер, сонан кейін сын есімдер, тағы да сол секілді теріліп жазылады. Берілген бір грамматикалық категорияға жататын сөздердің дайын таблица бойынша айырып жазады. Мысалы, балалар өзеннің жағасына келді. Сөйлемнің зат есімге жататын сөздерді тапқызуға тиісті болады. Синтаксистік талдауда балалар оқу жазуға үйренгеннен кейін-ақ басталады. Белгілі бір мәтінде неше сөйлем бар екенін, сөйлемде кім, не, не жөнінде айтылып тұрғанын, сөйлемнің түрі, хабарлы, сұраулы, лепті анықталады. Тиісті сұраулары бойынша бастауыш пен баяндауыш тұрлаусыз мүшелер ажыратылады. Жазбаша талдау оқушылардың бастауыштың астын бір, баяндауыштың астын екі сызықпен сызады. Өзара байланысып тұрған сөздерді теріп жазады. Берілген бастауыш баяндауыш бойынша сөйлемдер құрастырады және нүктелеріне жазады. Мәтіннен хабарлы, сұраулы, лепті сөйлемдерді теріп жазады. Сөйлемнің бір түрін басқа түрге айналдырады. Назарларыңызға рахмет.